Барлық ғылым Аллаға тиесілі. Мұсылмандарда бұл дүниеде бәрін тастап тауға шығып кету деген мүлдем дұрыс емес нәрсе. Дүниеге мән бермесе дейді да кейбіреулер. Қайтесің, бұл дүние ғой дейді да. Ол да керек қой, ол да керек. Құлшылығыңды дұрыс жасау үшін, әдемі киіну үшін Алла тағала өзі берген нәрсесін құлының үстінен көргісі келеді деген нәрсе бар. Құдай беріп жатыр ма, ақыл берді ма, сол ақылмен ақша таптыңыз ба? Мініңіз жақсы көлік, жақсы әдемі киім киіңіз, жақсы жүріс, жақсы тұрыс, жақсы үй, жақсы көлік деген сияқты. Бірақ ол нәрсенің соңынан кетіп қалмауда. Өйткені кейде байлар жоқ деп айтады ғой, байқайсыздар ма? Дәулеті асып тасқан адамдар, болмай жатыр менде дейді ақша. Бірдеңе сұрап қалса, болмай тұр дейді, жоқ дейді. Ол рас айтады екен. Ол өтірік айтпайды екен. Оның миллиардтаған қаржысы шотында бар болуы мүмкін, бірақ менде ақша жоқ дегені шындық екен, қараңыз. Неге десеңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Кімде-кімнің қамы тек қана дүние болса, ақыретті ұмытып, намазды қойып, ағайын туыспен қарым-қатынастың бәрін қойып, тек қана дүние, ақша дей беретін болса, ол адамның дейді, екі көзінің ортасына кедейлікті байлап қояды дейді Алла тағала. Қайда қараса да не болады? Оңға қараса да, солға қараса да, астыға, үстіге қараса да, қақ көзінің екі көзінің ортасына Құдай не істеп тұр? Кедейлікті байлап қойып тұр да. Оның көріп тұрғаны сол ғана нәрсе. Сондықтан ол не деп жатыр? Менде жоқ дейді. Ол көрген нәрсесін айтып отыр. Шындық па? Шындық. Жоқ дегені рас па? Рас екен ғой, қараңыз. Тек қана дүниемен шұғылданса, Құдайын ұмытса, ағайынға бір көмек бере алмаса, жәрдем бермесе, өзінің тума-туысына, міндетті түрде мешіт медресе сал деп атқан жоқ қой ешкім. Бір жәрдем бере алмасаң, ол дүниеңнен не пайда мысалы?